Жаз мезгілі шыға салысымен жеуге асығатын, шөлін қандыратын көкөністердің бірі ол қарбыз. Кей жерлерде оны дарыбыз деп те атайды. Оның жапырақтары ірі, гүлдері ақ сары түсті болып келеді екен. Ұзындығы 2-3 метрдей болады. Қарбыз жылу сүйгіш, ыстыққа және құрғақшылыққа төзімді болып келеді екен, бірақ үсікке төзімсіз. Негізінен өңделіп тыңайтылған жердің топырағында жақсы өседі екен. Қарбыздың 90% судан тұрады екен. Оның адам организм тазалауда пайдасы өте орасан зор екен. Оның құрамына А, В6, С дәрумен топтары кіреді екен. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Ыстық күнде қарбызды тоңазтқа салып жесеңіз, шөліңізді қандырады. Шөліңізді қандырып қана қоймай, қарбыздың одан да басқа пайдасы бар екен. Мысалға, қарбыз ас қорытуға, жүрек жұмысына және қан айналысының реттелуіне жақсы көмектеседі. Сонымен қатар, қарбыздың жұмсағы мен одан дайындалған шырын ағзадағы шлактарды сыртқа шығарып, иммунитетті жақсартады екен. Сонымен қатар, қарбыз несеп жұмыстарын жақсартуға да көмектеседі екен. Қарбыз аз калориялы өнім. 100 грамм қарбызда 30-38 калория бар екен. Оның үстіне қарбыз пайдалы диеталық өнім. Тіпті ағзадағы токсиндер мен уытты заттар шығарып, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар салмақ тастауға да көмектесетін қарбыз диетасы да бар. Қарбыздан тосап та жасауға болады. Сонымен қатар түрлі тағамдарды жасауға да болады екен. Мысалға, қарбыздан түрлі салаттар, гаспачо, шырым, шербет, тосап және қарбыз қабығынан жасалатын цукатта дайындауға болады екен. Тіпті қарбызды тұздап, консервілеп, маринаттауға да болады екен. Яғни біз асыға күтетін, жаз айында пісетін қарбыздан неше түрлі тағамдар әзірлей алады екен. Сонымен қатар, қарбыздың өзі ғана емес, оның ішіндегі дәні, яғни қара дәндерінде пайдасы орасан зор екен. Қарбыз дәні 35% ақуыздан тұрады екен. Оның бұлшықеттерді нығайтатын және холестерин деңгейін төмендететін қасиеті бар екен. Егер қарбыз дәнін үнемі жейтін болсаңыз, қант мөлшерін реттеп, қандағы холестеринді айдауға көмектеседі екен. Осыншама пайдасына қарамастан, қарбыздың зиянды тұстары кездеседі екен. Қып-қызыл, тым тәтті қарбыздар да денсаулыққа зиян. Табиғи жолмен өсірілген қарбыздар әсіресе қызыл болмауы керек. Күннің ыстығында ұзақ тұрып қалған қарбыз да адам ағзасына зиян келтіріп, түрлі ауруларға себепші болады екен. Сондықтан қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн. Ақпараттар пайдалы болса, керек арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.